Қайырлы таң, құрметті студенттер. Менің мамандығым, менің болашағым атты мастер-классыма қош келдіңіздер. Мен өндірістік оқыту шебері Алтынай Қалдыбайқызы. Бүгін алкогольді және алкогольсіз коктейльдерді дайындаудың әдістерін көрсететін боламын. Мастер-класс мақсаты бірінші курс студенттеріне мамандыққа деген қызығушылықты арттыру және де өзімнің біліміммен, шеберлігіммен бөлісу. Коктейль дегеніміз, жалпы коктейль деген не деген сұраққа жауап бере кетсем. Коктейль дегеніміз бұл бірнеше ингредиенттерді, сусындар, шырындар, сироптар, жемістерді белгілі бір технология арқылы дайындалатын сусын. Коктейль жасаудың негізгі және қосымша әдістері бар. Негізгі әдісі алтау. Атап өте кетсем: shake, stir, build, blend, layering, muddle. Шейк әдісі. Шейкерде мұзбен және мұзсыз қарқында шайқау әдісі. Әдетте шырындарды, сироптарды араластыруда, біріктіруде қолданылады. Стир әдісі. Бұл бокал немесе арнайы стаканда алкогольді сусындарды, қатты алкоголь сусындарды араластыру үшін қолданылатын әдіс. Build ингредиенттерді бірден бокалдың өзіне қабаттап, немесе бірінен кейін бірін құю әдісі. Blend. Блендердің көмегімен мұзбен жасалатын сусындар. Мысалы ретінде смузи және де сүтті коктейльдерді атасақ болады. Layering. Әртүрлі тығыздықтағы ингредиенттерді абайлап қойып, көп қабатты коктейль жасау. Muddle. Стаканда жеміс-жидектерді, шөп, қантты мадлердің көмегімен жаншу арқылы жасалатын коктейль түрлері. Қосымша әдістерді атай кететін болсақ, бір-екі түрлеріне dry shake, flaming, double straight деген түрлері бар. Scarlet Down алый рассвет коктейлін жасамас бұрын алдымен бокалымызды салқындатып аламыз. Бұл коктейльді дайындауда біз екі әдіс қолданыламыз. Біріншісі шейкер. Коктейль алдымен апельсин шырыны. Апельсин шырынын екі сыбағаға жасағаннан кейін біз апельсин шырыны негізі 50-50-ден 100 құямыз. Келесі бізде сироп маракуйя. 30-30-дан 2 сыбағаға 60. Лимон шырыны 20-20-дан 40. Араластырмас бұрын шейкердегі еріген мұз суын төгіп аламыз.
сұйықтықты шейкердің көмегімен араластырамыз. Сұйықтықты мұздан бөліп аламыз. Так, келесі мұзда бокалда еріген суымызды төгеміз. Және де дайында болған шырынымызды екі бокалға теңде бірдей құю қажетпіз. Келесі қолданылатын әдіс лейринг. Ол үшін гибискус шайы, бұл каркаде, Египетте фараон сусыны деп атайды, жалпылай түсінікті болу үшін каркаде. Барный ложканы кішкене төменгі жағын бокалға тиіп тұратындай, сусынға тиіп тұратындай етіп құйып, тигізіп, каркаде гибискус шайын құямыз. Келесі бізде минералды су. Жаңа слайдта түсіндіріп жатқан кезде мен сіздерге әдістер түсіндірген болатын. Лейринг бұл қабат-қабатымен. Мінеки байқасаңыздар, коктейльде үш түрлі түс, сіздерге көрініп тұр ма, құрметті студенттер? Үш түрлі түс көрініп тұр. Астында және де бұл коктейльде екі әдіс қолданылды. Шейкер и лейринг, яғни қабат-қабат құйылу. Ендігі кезекте коктейлімізді әсемдейміз. Ол үшін бізге қияр және де жалбыз жапырақтары қажет болады. Коктейлімізді жалбыз жапырақтарымен әсемдейміз. Қонаққа ұсынбас бұрын түтікшені міндетті түрде саламыз. Свежее настроение коктейліміз дайын. Жасалу әдісі, құрметті студенттер, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма?
коктейліміз. Бұл да алкогольсіз коктейль. French Mood деген атау бердім. Бұл коктейль хайбл әдісінде жасалынады. Бұл коктейлді жасағанда мен build model әдісін пайдаланамын. Ол үшін, коктейль жасау үшін алдымен лимон, жалбыз жапырақтары, мята, қант, осы үш ингредиенттерді мадлердің көмегімен езіп, лимон согын шығарамын. Байқасаңыздар, лимон согы шықты. Келесіне де солай дәл. Бұл коктейль жасауға ананас шырына, ананас шырына 60-60-30, 60-60-120, кешіресіздер. Маракуйя сиропы 30-30-60. Жақсылап араластырамыз. Ванна ложканың көмегімен, бар қасығының көмегімен. Мұз. Маракуйя жемсі. Минералды су. Минералды суды жоғарғы хайбол бокалының жоғарғы бөлігіне дейін құямыз. Бар қасығымен жақсылап араластырамыз.
жалбыз жапырақтарын салып әшекейлейміз. Қонаққа сымба салдың. Міндетті түрде түтікшені саламыз. Fresh Mood коктейліміз дайын. Соңғы жасалатын үшінші коктейлім алкогольді коктейль Жад Твист, небритвый поворот деп аудармасы солай аталады. Бұл коктейль шале бокалында ұсынылады, жасалынады. Жасалу методы шейк, шейкердің көмегімен жасалынады. Алкоголь, негізгі алкогольіміз жин. Жин негізгі шыққан тегі Ұлыбритания дейді, бірақ 17 ғасырда Нидерландта жасалып басталған. Бастапқы атауы Женева деп аталады. Негізгі жасалатын дақылы арша жидектері. Бірінші коктейлімізді бастамас бұрын бокалымызды салқындатып аламыз. Джин, алкогольді сусынымыз. Елуден 100. Сироп роза 15-30. Сироп блю кюрасауа. Негізгі сироптарымыздың бірі, коктейліміздің түсін осы сироп анығырақ, жақсырақ көрсетеді. 15-30. Апельсин шырыны 20-20-40. Лимон шырыны 20-20-40. Және де жұмыртқа ақуызы. Шейкердегі мұздан еріген суды төгеміз.
бокалдағы мұзды төгеміз. Және де бокалымызға теңдей украшение ұнтақталған жидектер. Алкогольді коктейліміз дайын. Нефритовый поворот. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен мастер-класста көрсету керек 3 коктейльде осымен аяқталды. Бізде 3 коктейльде дайын болды. Процесс барысында, сабақ практика кезінде мен сіздерге көрсетілген методтардың барлығы, айтылған әдістердің барлығы қолданылды. Бірінші коктейліміз алый рассвет метод шейк әдісі и лейринг слой. Екінші коктейліміз свежее настроение. Бұл жерде 2 әдіс қолданылды. Muddle build. Үшінші алкогольді коктейліміз. Қолданылған әдіс шейк. Осы аталып өтілген әдістердің барлығы қолданылды. Келіп, дәмін татып көрсеңіздер болады. Рұқсат. Ал енді 2 бала сұрамыз деген едік. Коктейлін, бұл жерде жасалу техникасы слой-слой болды, бірақ ішкен кезде араластырып ішкен абзалырақ. Екіншісі көрдіңдер ме? Қандай? Енді дәм береді. Болады ма? Сұрақ қойып, араластырмай ішсе не болады? Қайсы? Түсті ма? Астындағы ғана нені ішесіз шырында. Намен ауыспай қалады. Сіз дәмін сезіне алмай қаласыз коктейлдің. Араластырып ішкен абзалырақ. Мастер-класс өз мақсатына жетті. Мастер-класс көрсету барысында технологиялық үрдістерді, жұмыс орнын ұйымдастыруды, коктейльдерді дайындау әдістері және ұсынымдарын көрсеттім. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.